Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай нәп-нәзік, жұп-жұмсақ, қазіргі кезде хит болып жатқан тюльпан печеньесін әзірлейтін боламыз. Өте дәмді, аузыңызда еритін, міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Видеоны өткізбей соңына дейін көріп, сіздерге ұнаса видеоға лайк қойып, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, үстіне сахарный пудра саламыз, яғни қант ұнтағын, ванилин, я болмаса ванильный сахар саламыз, қопсқыштымызды саламыз және куркума салып араластыратын боламыз. Араластырып болған соң бөлме температурасындағы еріп тұрған сары майымызды салып, крошка әзірлейтін боламыз. Міне бізде крошка дайын болды. Енді осы крошкамыздың үстіне жұмыртқамыздың сарысын, яғни жылтоғын саламыз. Және сметанамыз салып, жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Видеоның толық рецебін видеоның астына описанияға тіркеп кетемін, сол жерден көре аласыздар. Міне біздің қамырымыз иілен дайын болды, жұп-жұмсақ болып шығады, қолға жабыспайды. Енді осы қамырымызды пакетке салып, 30 минутқа тоңазытқышқа салып қоятын боламыз. Енді печеньеміздің начинкасын әзірлейміз. Грек жаңғағын блендердің көмегімен, я болмаса оқтауын көмегімен майдалап, үстіне қант ұнтағын саламыз, я болмаса қант салып, және үстіне ақ қуызымызды саламыз. Енді толықтай біріккенше араластыратын боламыз. Енді дайын болған қамырымызды алып, тараздың көмегімен 30-32 граммнан бөліп алатын боламыз. Енді әр бөлшегімізді осылай видеодағыдай оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Ортасына начинкамызды салып, пышақты шетінен тіліп, осылай айналдыра отырып орап аламыз. Және астыңғы бөлігін қатты қысуымыз керек, ашылып кетпеу үшін. Міне біздің печеньеміз дайын болды. Барлығын түйіп, пергамент қағазына салып, духовкамызды алдын ала қыздырып, 180 градусқа қыздырып, 30-35 минутта пісіріп алатын боламыз. Бетіне осы сахарный пудра сеуіп әсемдесеңіздер болады. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, видеома лайк қойып, осы видеоға қатысты комментарий бөлімінде пікір қалдыруларды ұмытпаңыздар. Қазақша контентті каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Бауырсақ Фуд. Ас болсын.